Күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен апам екеуміз қойдың қарынынан рулет жасайтын боламыз. Бізге қажетті таза жуылған қарын, оны екі бөлікке бөлеміз. Бір қарыннан екі рулет жасаймыз. Бір рулетке өте қалың болып кетеді, сол себепті екіге бөліп, төрт бұрыштай етіп бөліп аламыз. Және бізге қойдың төс бөлігіндегі сүбе еті қажет болады. Сүбе етті де қарынымызбен бірдей ғып бөліп аламыз. Етіңіз майлы болса, майлы жерлерін сәл-сәл алып тастауға болады. Және де мына жерде етіміз қалың болғандықтан сәл-сәл жұқартып алып тастадық. Себебі қарынымыз, рулетіміз қатты қалың болып кетпес үшін. Алдын ала туралған, жіңішке ұзын етіп туралған сәбізімізді саламыз. Майдалап туралған чесногымызды салып, бұрыш дәмдеушімізді дәміне қарай азырақ саламыз. Етіңіз тұздалған болса, тұзды азырақ қосқаныңыз жөн, рулетіңіздің дәмі ащы болып кетуі мүмкін. Тығыздап ораймыз рулетімізді. Енді ине жіптің көмегімен тігіп аламыз. Себебі ішіндегі сәбіз еттеріміз шығып кетпес үшін. Тігіп алып, енді екінші қарынымызды, рулетімізді дайындаймыз. Сәбіздерімізді саламыз. Сәбізімізді, чесногымызды, бұрышымызды, дәмдеушімізді салып, тағы да тығыз етіп орап, ине жіппен бекітеміз. Дайын болған қарынымызды енді жіппен ораймыз сыртын. Екі жіптің ұшын ұстап алып, айландырып орай бересіздер. Бір жіп жұқа болып кетеді, сол себепті екі жіп аламыз да, ұшын алып ораймыз. Екі рулетіміз дайын, енді мұздай суға салып, қайнатамыз, қатты отта қайнатамыз. Көбігі шыққаннан кейін, көбігін дұрыстап, сүзгіштің көмегімен тазалап аламыз. Көбігін алғаннан кейін оттың астын баяу қоямыз. 2-3 сағат қайнатамыз. Ол малдың жаңағы жас мал, кәрі малға қараймыз. Дайын болған рулетімізді алып, холодильникке 1 сағатқа мұздағанша қойып қоямыз. Рулетіміз мұздағаннан кейін турап дайындаймыз. Міне турап дайын болды, тарелкаге салып ұсынамыз. Қонақ келгенде холодный ассортиға қоссаңыздар болады. Өте дәмді шығады, ас болсын.